Баршаңызға қайырлы кеш. Қазақстан тарихы пәні бойынша бірінші СРС және біздің алғашқы тақырып түрік қағанатының құрылуы. Біздің заманымыздың 6 ғасырдың басында қазақ даласында аса ірі және маңызды бетбұрыс орын алады. Алтай, Сібір және Моңғолия жерлеріндегі түркі тайпаларының үстем тап өкілдері феодалдық мемлекет түрік қағанатын құрады. Түрік сөзі ең алғаш 542 жылы Қытай деректерінде кездеседі. Қытайлардың пікірінше түріктер ғұндардың ұрпақтары болған. Моңғол тілінен аударғанда түрік сөзі тау сияқты дулыға деген мағынаны білдіреді, және оның тағы бір баламасы ақсүйектер деген мән. Енді түрік қағанатының құрылуының алғы шарттары туралы айта кетейік. 6 ғасырдың ортасына дейін түркілер жужандарға, яғни олардың екінші атауы аварларға бағынышты болады. Оларға темір өндіреді. Және жужандардың қағаны Анағұй түріктер туралы менің темір қорытатын тұтқыным деп айтқан. Бірақ бұл тек 6 ғасырдың ортасына дейін ғана созылған. Ал енді жужандардың талқандалуы және жалпы түрік қағанатының құрылуының себептері туралы айтайық. 3 себепті атасақ болады. Бірінші себеп ол айта кеткендей түрік қағанатының түркілердің темір өндірудегі шеберлігі. Олар шебер болған және сол темірден сауыт-сайман, қару-жарақ жасап, өздерінің әскери қуатын нығайтқан. Екінші себеп ол саяси себеп, яғни жужандардың сол кездегі әлсіреуі. Жужандардың әлсіреуінің себебі жужандарға бағынышты болған елдердің наразылығы. Ал ол наразылықтың себебі жужандардың қатал ережелері. Осы наразылық жужандарды іштей әлсіретеді. Және ең басты үшінші себеп ол түркілердің тәуелсіз жеке мемлекет болуға ұмтылуы, олардың ортақ мүдделерінің болуы. Солай 552 жылы Бумын өзінің билеушілеріне, яғни жужандарға қарсы шығып, оларды талқандайды. Осы ерлігі үшін ол елхан атағын алады. Жалпы түркілердің бірігуінде ең маңызды рөл атқарған ру ол Ашина руы. Бумын қаған және одан кейінгі жалпы түркі қағандықтарының билеушілері Ашина руынан шығатын болады кейін. Түрік қағанаты 552-603 жылдар аралығында өмір сүрген. Бумын қаған бір жыл өткеннен кейін, яғни 553 жылы қаза табады. Оның орнына мұрагері Мұқан қаған келеді. Мұқан қағанның тұсында түркілер Орта Азиядағы саяси үстемдікке ие болады. Оларға Енисей қырғыздары және Маньчжуриядағы қидандар бағынады. Сонымен қатар солтүстік Қытай мемлекеті оларға жібек мата ретінде алым-салық төлеп отырады. Енді түрік қағанатының территориясы туралы айта кетейік. Мынау бізде Азияның картасы. Картадағы Азия. Түрік қағанатына тиесілі болған аймақтар: Қазақстан жері, Моңғолия жері, Маньчжурия. Маньчжурия дегеніміз ол солтүстік шығыс Қытай, яғни мына бөлік. Сонымен қатар солтүстік Кавказ. Солтүстік Кавказ дегеніміз ол қазіргі Ресей территориясындағы мынау бөлік. Және жалпылама айтатын болсақ, ол Орта Азия. Сонда түрік қағанатына мынау территория Орта Азия тиесілі болған. Жалпы осы Орта Азияға үстемдік ету мақсатында түркілер Иранмен одақтасып эфталиттерге қарсы шығады. Және 563-567 жылдар аралығында олармен күресіп, 567 жылы оларды талқандауды аяқтайды. Мұқан қағаннан кейін тағы атап кететін тұлға ол Иштими. Иштими қаған тұсында түркілер жалпы басқа көршілес елдермен, Қытай, Иран, Византия секілді елдермен өзара қарым-қатынас жасаған, келіссөздер жүргізген. Және Иштими қағанмен сол Византия елінің келісімшарт туралы айтайық. 568 жылы Иштими қаған соғдылардың елшісін Маниақты Византия еліне жібереді, және тура сол жылы Византия елінің елшісі Зимарх Иштими қағанға түрік қағанатына келіп, олар сәтті одақтастыққа қол жеткізеді. Бұл одақтастық Иранға қарсы болған. Және жалпы түрік қағанаты мен Византияның бір-бірімен қарым-қатынасы жібек жолының дамуының күшеюіне әкеледі. Жібек жолы туралы кейін түрік қағанатының мәдениеті жайлы айтатын кезде толығырақ айта кетемін. Бірақ 571 жылы Иштими қаған
солтүстік Кавказды бағындырады және Босфорға аттанады. 576 жылы олар Қырымға енеді Иштими қаған. Бірақ Иштими қағанның өлімінен кейін өкінішке қарай мемлекетте тақ үшін талас тартыс басталады. Бұл әрине мемлекеттің ішкі саяси жағдайын әлсіретеді. Осыны пайдаланып Византия, Иран, Қытай секілді елдер, яғни кезінде одақтас болған елдер пайдаланып түрік қағанатына шапқыншылық соғыстарын бастай береді. Сөйтіп 588 жылы түрік қағанаты Ираннан Герат түбінде жеңіліс табады, ал 590 жылы Византия Босфорды өзіне қайта жаулап алады. Ал 6 ғасырдың соңы, яғни 590 жылдардан бастап 7 ғасырдың басына дейін солтүстік Қытай түрік қағанатынан қысым көрсетіп, оларға шабуылдайды. Осы жағдайлардың барлығы түрік қағанатының тарихының тоқтауына әкеледі. Сөйтіп 603 жылы түрік қағанаты батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты болып екіге бөлінеді. Батыс түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты 603-704 жылдар аралығында өмір сүрген. Батыс түрік қағанатының ең алғашқы қағаны Тардуш немесе Дато. Батыс түрік қағанатының астанасы Суяб қаласы болған, ал жазғы ордасы Мыңбұлақ қаласы болған. Енді территориясы жайлы сөз қозғайық. Батыс түрік қағанаты түрік қағанатының мұрагері болған. Және оның территориясы да түрік қағанатының территориясы деп айта аламыз. Картаға қарайық. Батыс түрік қағанаты алғашында Қаратаудан Жоңғарияға дейінгі жерді өзіне қаратқан. Қаратау ол Қазақстанда орналасқан, Жоңғария Қазақстанның шығысына қарай орналасқан. Яғни Қазақстанның жартысы қазір, және уақыт өте келе әрине Батыс түрік қағанаты өзінің аумағын нығайтқан. Сөйтіп ол Каспий теңізіне дейінгі аралықты жаулап алады. Міне Каспий теңізі міне тұр. Сонда жалпы біз Батыс түрік қағанаты біздің қазіргі Қазақстан аумағын мекендеді деп айта аламыз. Жалпы түрік қағанаты бізде міне, ал Батыс түрік қағанаты мына бөлікті алған. Сонда шын мәнінде қазіргі Қазақстан жерін толықтай иеленген. Батыс түрік қағанатының саяси билігін нығайтқан қағандар Шигу қаған және оның інісі Тон қаған. Шигу қаған 610-618 жылдар аралығында билік құрған, ал Тон қаған 618-630 жылдар аралығында билік құрған. Батыс түрік қағанатының мәдениеті туралы айтайық. Бұнда қаған ұрпағынан шыққан жоғарғы лауазымдар болған. Яғни қаған ұрпағынан шыққан адамдар ғана ала алатын лауазымдар. Олар Ябғу, Шад және Елтебер. Қарапайым халықты Қара Будун деп атаған, сот істерімен бұйрықтар және тархандар айналысқан. Батыс түрік қағанаты мал және егін шаруашылығымен айналысқан. Өкінішке орай, Тон қаған 630 жылы дүниеден өткеннен кейін мемлекеттің ішінде таққа талас басталды. Және 640-657 жылдар аралығында бұл деген ішкі талас тартыс ерекше орын алды. Осыны пайдаланып 659 жылы Қытайдың Таң империясы Жетісуды басып алады. Және осы кезден бастап 8 ғасырдың басына дейін түркілер Қытайлармен осы жер үшін күреседі. Нәтижесінде бұның барлығы 704 жылы Жетісуға Түргеш қағанатының келіп құрылуы және оның үстемдік етуімен аяқталады. Батыс түрік қағанатының орнына Түргеш қағанаты келеді және Батыс түрік қағанатының тарихы осы жерде аяқталады. Шығыс түрік қағанаты 682-744 жылдар аралығында өмір сүрген. Ең алғашқы қағаны Құтлық қаған. Ол Елтеріс деген атақты алады. Құтлық қағанға қағанаттың жағдайын қалпына келтіруге мүмкіндік берген оқиға 682-687 жылдары болған Қытаймен болған соғыс. Нәтижесінде Құтлық қаған жеңіске жетіп, 687 жылы салтанатты түрде қаған болып саналады, тағайындалады. Шығыс түрік қағанатының территориясы жайлы сөз қозғайық. Жалпы не? Естеріңізде болса, Батыс түрік қағанаты түрік қағанатының батысын иеленген, ал шығыс түрік қағанаты шығысын иеленеді. Ал егер сөзбен айтатын болсақ, шығыс түрік қағанаты Моңғолия жерінде құрылады және оңтүстік Сібір, Қазақстан, Орта Азия жерлері шығыс түрік қағанатына тиесілі болады. Міне, мынау Моңғолия жері, оңтүстік Сібір, міне Ресейдің оңтүстігі, Қазақстан жері және жалпылама айтатын болсақ, Орта Азияны өз кезегінде билеген болған шығыс түрік қағанаты. Құтлық қағаннан кейін таққа Қапаған қаған оның інісі келеді. Ол қағанаты 693-716 жылдар аралығында билейді.
Осы екі қаған тұсында шығыс түрік қағанаты қуатты мемлекетке айналады. Ал олардан кейін мемлекетті дәуірлеткен Білге қаған және Күлтеген. Білге 716 жылы таққа келеді, және Білге мен Күлтеген жайлы айта кететін жағдай, олар Қытаймен сәтті келісім шарттарға қол жеткізеді. Және Орхон, Енисей деген танымал ескерткіштер осы Білге, Күлтеген және олардың тұсындағы әскербасы Тоныкөкке арнап тұрғызылған құлпытастардағы жазулар. Шығыс түрік қағанаты осы Білге қағанның, яғни 631 жылы Білге қаған, одан кейін Күлтеген қаған, одан кейін Білге қаған қайтыс болғаннан кейін әлсірей бастайды. Және ақыр соңында 744 жылы олар Ұйғыр қағанаты және Қару қағанатының қысымынан құлайды. Осылай шығыс түрік қағанатының тарихы аяқталады.